Жедел хабарламаларды жеткізуді жалғастырамыз. Лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Заңсыз жерлер. Компанияларды рейдерлік жолмен басып алу. Болат Назарбаевқа қатысты қылмыстық істер қалай аяқталды? Қоғам арасында, бұқаралық ақпарат құралдарында Болат Назарбаев бірнеше кәсіпорынды жерді заңсыз алғаны туралы деректер бар. Массагет KZ тілшісі осы мәселеге орай бас прокуратураға сауал жолдап, бұл істер қалай аяқталғанын сұрады. Болат Назарбаев пен бұрынғы әйелі рейдерлік жолмен басып алды делінген жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысты іс қалай аяқталды? Телеграм арналарының бірінде Болат Назарбаев пен бұрынғы әйелі Майра Құрманғалиеваға қатысты іс қаралып жатқаны туралы ақпарат пайда болған еді. Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу департаменті Болат Назарбаев пен оның бұрынғы әйелі Майра Құрманғалиеваға қатысты қылмыстық істі рейдерлік бабы бойынша тіркеді. Нұрша Кәкенова органдарға тиісті арыз жазған. Ол Каруан жауапкершілігі шектеулі серіктестік негізінен қалаушылардың бірі болғанын, бірақ оның үлесі тартып алынған. Жалпы шығыны $150 миллион болатын айтқан еді. Ашық мәліметтерге сәйкес, Каруан жауапкершілігі шектеулі серіктестік Маңғыстау облысында марганец өндірумен айналысқан делінген еді жазбада. Сонымен қатар, ашық деректерде 2006 жылдың басында Нұрша Кәкенов компанияның тең иелерінің бірі болған. Бірақ сол жылы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жалғыз қатысушысы тұңғыш президенттің інісі болып қалғаны туралы да деректер бар. 2021 жылы бұл жауапкершілігі шектеулі серіктестік өз қызметін тоқтатты. Алматы қаласы прокуратурасының Массагет KZ-ге ресми жауабында бұл іс қылмыс құрамы бойынша байланысты тоқтатылғаны айтылды. Жеке тұлғаның арызы бойынша соталды тергеп тексерудің бірыңғай тізілімінде қылмыстық кодекстің 249 бабымен рейдерлік қылмыстық іс тіркелген. 2023 жылы 7 тамызда қылмыстық процестік кодекстің 35 бабы 1 бөлігі бойынша 2 тармағымен қылмыстық құрамы болмауына байланысты тоқтатылып, қала прокуратурасы аталған шешіммен келісті делінген Алматы қалалық прокуратурасы мәліметінде. Сонымен қатар, қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес соталды тергеп тексеру деректері жария етілмейтін айтылды. Болат Назарбаевқа 15 жыл ішінде $60 миллион төледім. Тағы қандай іс қозғалды? Бұқаралық ақпарат құралдарында Алматы стекло жауапкершілігі шектеулі серіктестік бас директоры Әзім Абдуллаев қаржысын Болат Назарбаевпен бөлісуге мәжбүр болғаны, оған 15 жыл ішінде $60 миллион төлегенін айтқаны туралы деректер бар. Сонымен қатар, ашық деректерде Алматы стекло зауытын құрған Әзім Абдуллаев Болат Назарбаев рейдерлік шабуыл жасағанын айтады. Бұл зауыт Алматы облысы Қарасай ауданы Жармұхамбет ауылында орналасқан. Алматы облысы прокуратурасы Массагет KZ-ге ресми жауабында Болат Назарбаевқа қатысты тіркеліп жатқан істер жоғын хабарлады. Алматы облысының қылмыстық қудалау органдары өндірісіне хатта көрсетілген деректер бойынша Болат Назарбаевқа қатысты соталды тергеп тексеру жоғын хабарлаймыз делінген Алматы облысы прокуратурасының Массагет KZ-ге жауабында. Болат Назарбаев Астанадан жерлерді заңсыз алғаны рас па? Ашық дереккөз мәліметтерінде Болат Назарбаев 5 жыл ішінде Қаскелең, Талғар, Астана қаласынан жерлерді заңсыз алғаны туралы деректер бар. Астана қаласынан Болат Назарбаев жерлерді заңсыз алғаны туралы қала прокуратурасының қадағалауында бұл деректер бойынша қылмыстық істер жоқ делінген Массагет KZ-ге Астана прокуратурасының ресми жауабында. Динара Әлжан айтқан деректерге байланысты іс қозғалуы мүмкін бе? Әнші Динара Әлжан, журналист Нұрсейіт Жылқышыбайдың уақыт көрсетеді YouTube арнасына берген сұхбатында Болат Назарбаевқа қатысты деректерді айтқан еді. Яғни Болат Назарбаевтың қаржыларды оңды-солды шашуы, казинодан ұтылып қалған Қайрат Нұртасқа $400 мың беруі, тағы да басқа мәселелер айтылды. Ал жауапты органдар өндірісте ешқандай іс жоғын мәлімдеді. Еске салайық, бұған дейін заңгер Алмас Жұмағали Болат Назарбаевтың бұрынғы тоқалы уақыт көрсетеді YouTube арнасында айтқан деректерге қатысты қандай қылмыстық істер қозғауға болатынын айтқаны хабарланған еді. Кейінірек бас прокуратура осы мәселеге жауап берді. Бас прокуратура әнші Динара Әлжанның журналист Нұрсейіт Жылқышыбайдың уақыт көрсетеді YouTube арнасында сұхбатта айтылған бірнеше фактілерін тексеру бойынша ақпарат беру туралы сұрау салуды қарады. Осы фактілерді тексеру үшін сұрау Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне жіберілді. Бұл органдар тексерудің нәтижесі туралы хабардар етеді делінген еді ресми ақпаратта.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі де сұхбатта жарияланған ақпарат бойынша Массагет кезеттің сұрауына жауап берді. Қылмыстық процестік кодекстің 179 бабы және 180 бабы талаптарына сәйкес соталды тергеп тексеруді бастау үшін қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін көрсететін жеткілікті және объективті деректер қажет екенін түсіндіреміз, делінген еді ресми жауапта.